Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Біз сендермен өткен сабақта зат есімді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта сөйлемнен зат есімді табасыңдар. Мәтіннің тақырыбын анықтайсыңдар. Балалар, берілген суретке мұқият қараңдар. Осы сурет бойынша сұрақтарға жауап беретін сөздерді табыңдаршы. Мұндағы сұрақтар кім, кімдер, не, нелер? Кім? Ана, бала. Кімдер? Қыздар, ұлдар, балалар. Не? Ит, шаңғы. Нелер? Құстар, шыршалар, үйлер, ағаштар және тағы да басқа. Бұлар бізде зат есім болады. Берілген мәтінді оқимын, мұқият тыңдаңдар. Әртістер клубқа барса, есік жабық тұрған екен. Ешкімде концерт жөнінде естімеген. Әртістерді бастап барған Құрманбек Жандарбеков мұңайып, бүгінгі кешіміз бекерге кетті, депті жолдастарына. Сонда кең маңдайлы келбетті жігіт тұрып: Құрмаш, қой, сен уайымдама. Клубтың есігін ашқыз, әнші бишілер әзірлене берсін. Жұмысшыларды мен қазір қолма-қол жинап берейін саған, дейді. Қалай? Оны өзім білем. Солай деді әлгі жігіт. Құрманбекті ертіп, клубтың алдындағы төбеге шығады. Күн ұясына кіре берген кешкі сәт. Тымық ауа. Қарағым, айналайын, келдің қайдан? Аспанды қақ жарғандай екпінді үн саңқ етеді. Бір кезде тасыған судай, әр тараптан халық клубқа қарай ағылдай келіп. Ал, концертіңді бастай бер, Құрмаш, дейді әнші. Келген жұрт клубқа симай, сеңдей соғылысады. Бұл атақты әнші Әміре Қашаубаев екен. Балалар, мәтінге ат қойыңдаршы. Мен мәтінге әнші Әміре деп қойдым. Ендеше балалар, Әміре Қашаубаев туралы келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Күміс көмей жезтаңдай әнші 1888 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абралы ауданындағы Дегелең тауының етегінде дүниеге келген. Әміренің әкесі тақыр кедей, жоқты барға ұқсатып күнелткен қарапайым шаруа. Шешесі Тоғжан бала тәрбиесі мен үйдің күйбеңінен аса алмаған жан. Әншінің әкесі аяқ асты сырқаттанып дүние салғанда, Әміре отбасының жалғыз тірегі болып қалады. Жарты жетім жастайынан ерте жетіліп, ауыр жұмысқа араласып, аштықты, аязды, аярлықты бала жасынан көріп өседі. Әміренің дауысы бірде тауда жаңғырған найзағайдай күркіресе, енді бірде туған жерінде баяу тербелген бетегедей баяу шықты. Келесі күні Францияның күллі баспасөзі Әміренің ғажап үнін ғаламшарға ғаламат жаңалық етіп жариялайды. Сыншылар оны Энрико Карузо мен Марио Лансаға теңеп, нәзік әуен біздің кең дала мен көкжиегі көрінбейтін поэзия әлеміне еріксіз жетеледі деп жазады. Этнографиялық ансамбльмен ол 11 концертке қатысып, ағаш аяқ, үш дос, екі жирен және сүйікті әні Балғадиша секілді әндерді орындайды. Париж халқы қазақ фольклорының қуатына қайран қалып, екішектің құдіреті мен әуелеген Әміренің даусына тамсанып, таңдай қағады. Бейнематериал сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Мәтіннен зат есімді табыңдаршы. Құрманбек Жандарбеков, концерт, жігіт, әнші бишілер, Әміре Қашаубаев, әртістер, әнші, халық. Бұл зат есімнің ішіндегі жалқы зат есім. Қай сөз?
Құрманбек Жандарбеков және Әміре Қашаубаев. Жалқы есімдер әр кезде бас әріппен жазылатын естеріңнен шығармаңдар. Нақыл сөздерді жазыңдар. Бірге оқайық. Талапты бала талпынған құстай, құмары қанбас аспанға ұшпай. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Бұл нақыл сөздердің мағынасын білесіңдер ме? Я, балалар, дана халқымыз талаптыға нұр жауар деп те айтқан. Берілген Қазақстанның таулары мәтінін бірге оқайық. Қазақстанда Алтай, Тарбағатай, Жоңғар және Іле Алатауы бар. Тау биіктеген сайын ауа райы салқындайды. Ауаның қысымы кемейді. Ауа таза болады. Биік тауларда мәңгі қар жатады. Таудан мөлдір бұлақтар ағады. Таудың теріскей жағында неше түрлі шөп өседі. Балалар, мәтіннен жалқы есімдерді табыңдаршы. Жалқы есімдер дегеніміз кісінің аты жөні, жер, су аттары, жануарларға қойылған атаулар екенін естеріңе салайын. Бұл мәтіндегі жалқы есім Қазақстан, Алтай, Тарбағатай, Жоңғар, Іле Алатауы. Сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Берілген кестені толықтырыңдар. Ол үшін бас әріппен жазылатын сөздерді оқиық. Қарағанды, талаптың пайдасы, құлагер, балқадиша, әміре. Бұл сөздердің мағынасын табыңдаршы. Қарағанды, қаланың аты. Талаптың пайдасы, әңгіменің аты. Құлагер, жануардың аты. Балқадиша, әннің аты. Әміре, адамның аты. Балалар, енді сендердің зат есім туралы алған білімдеріңді қорытындылау мақсатында тест жұмысын орындайық. Бірінші, жалқы есімді тап. А. Адамдар. Ә. Балалар. Б. Талдықорған. Мұндағы дұрыс жауап Б нұсқасы, Талдықорған. Екінші, жалпы есімді тап. А. Шолпан. Ә. Емхана. Б. Теміртау. Мұндағы дұрыс жауап емхана. Үшінші, көпше зат есімнің сұрағын тап. А. Кімдер. Ә. Кім. Б. Не. Дұрыс жауап А. Кімдер. Төртінші сұрақ. Жекеше зат есімді тап. А. Қояндар. Ә. Түлкілер. Б. Жолбарыс. Мұндағы дұрыс жауап Б. Жолбарыс. Бәрекелді балалар, сендердің дұрыс тапқандарыңа сенемін. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Мәтіннің тақырыбын анықтадыңдар. Сөйлемнен зат есімді таптыңдар. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.